Сәлем достар, менің есімім Салтанат. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге хрустящий, үлпілдеп тұратын, ұстағанда сықырлайтын мини чебуреки дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 400 мл су құйып аламыз. Қайнатып, суытылған үй температурасындағы суға құйып алатын боламыз. Оның үстіне татымына қарай мен өзім басымдау тұз саламын. Сосын 2 қасық сұйық май. Жақсылап тұрып араластырып, ұнды салып, қаттылау қылып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді бұны кішкене тындыратын боламыз. Енді ішіне салатын картошка салмасын дайындаймыз. Картошканы мен қайнатып алдым. Енді бұның үстіне қарабашымыз саламыз. Тоз саламыз татымына қарай. Үстіне жарты пиязды қуырып, оны да салып жіберетін боламыз. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Ал ішіне салатын салмамыз дайын, енді қамыр жаятын боламыз. Жаңағы илеген қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Енді бұны жұқалап тұрып жаямыз. Бұны 1 мм қалыңдықта жайып аламыз. Жұқа болған сайын чебурекиіміз өте дәмді, хрустящий болып шығады. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді пияланың көмегімен домалақтап барлығын кесіп шығамыз. Осылай істесеңіздер оңай болады, тез дайын болады чебурекилеріңіз. Бәрінің қамыры біркелкі шығады. Бәрін осылай кесіп аламыз. Енді қалған қамырларды жақсылап тұрып илеп, тағы да жайып чебуреки дайындауға болады. Ал енді чебуректерімізді түйетін боламыз. Ішіне бір кішкентай қасықпен 1 қасық пюре салып, чебуректерді түйеміз. Ал мына видеодағыдай осылай басып шығасыздар. Сосын бауырсақ қаққышта шетін әдемілеп, әсемдеп кесіп шығатын боламыз. Міне осылай әдемілеп кесіп шығамыз. Чебуректердің бәрін түйіп шықтым. Енді бұны майға салып пісіретін боламыз. Майымыз қызып шықты. Енді чебурекилерді саламыз. Майға салған соң чебурекилерді аударып, қызарғасын қайтадан аударып, 2 жағын қып-қызыл қылып пісіріп аламыз. Чебурекилер қып-қызыл болып пісті. Енді бұларды алып аламыз. Чебуректер дайын болды. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.
видео жасап көріңіздер. Менің каналымнан тағы да қандай видеолар көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетіңіздер.